Assalamu alaikum құрметті жақсылар. Бүгінгі видеомызда жылқы қора бордақылайтын қалай соғылды, біреуге ұнар, біреуге ұнамас кішігірім көрсетіп кеткім келіп отыр. Бірінші астаудан бастасақ, астау бетоннан қиылған, ішінің бәрі армированный. Оның іші жемге арнайы бүйтіп бөлінген. Жалпы бетонмен жасалған бәрі. Ортасында бетонмен бүлгеміз. Астыларына ышпал төшелінген. Төбесін жабуға келсек, төбесіне кардон қойып, стекловата төшедік. Ыстық қатты өтпес үшін. Енді кранмен бүйтіп су алып келеміз. Қыстың күні погребтің ішінен алатын боламыз суды. Жайғастырғанға өте ыңғайлы. Әр жылқының алдында осылай жем салынатын бөлек, шөп салынатын. Оған қарсы бетте қой байлайтын орын. Әр қораға бір 12 бас, 13 бас қойдан кетеді. Әрі қойлар осы. Жылқыға 8 жылқы байланатын орын мына жерде. 8 жылқыға арналған. Осы жалпы. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Мүмкін қосатындарыңыз болса айтып қосыңыздар. Қандай қателіктері бар, әлі қора толық бітпеді, жалғастырылуда. Енді жылқының жем шөбін қалай жайғастыратынымды келесі бір видеода дайындап көрсететін болам. Әзірге жақсы, сау саламатта болыңыздар.